Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін осындай қамыр песочный тестадан жасалатын ең оңай карамельный пирог дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен біз еліктен өткізіп алған ұнымызды салып, үстіне ерітілген сары майымызды салып, біріктіріп, ендігі үстіне біз сұйық майымызды құямыз. Қаймағымызды саламыз. Және де қантымызды салып, жұмыртқаның бір даны сары уызын салып, барлығын жақсылап елеп, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Жақсы елегіш болып келетін сондай жұмсақ қамыр шығады бізде. Жақсылап біріктіріп алып барлығын. Қамырымыз дайын болды біздің. Осындай жақсы жұмсақ қамыр шығады. Ендігі азғантай бөлігін бөліп алып, бетіне сәндеуге алып қалатын боламыз. Осы қалған бөлігін ендігі формамызға толықтай жайып шығатын боламыз. Жұқалап, қатты жұқа қылмай, қалың да қылмай, осылай бортиктер шығарып, әдемілеп толықтай жайып шығатын боламыз. Мына біздің қамырымыз дайын болды. Енді холодильникке сала тұрамыз. Ендігі біз салмасын дайындаймыз. Мында бізге вареную сгущенку сал, үстіне жұмыртқамызды салып, барлығын миксерлеп, жақсылап біріктіріп аламыз. Біркелкі мас жасап, енді үстіне біз клейгейімізді құйып, барлығын толықтай массаны біріктіріп, миксерлеп аламыз. Мына біздің салмамыз дайын болды. Ендігі осы қамырымызды алып, үстіне осы салмамызды құйып, барлығын толықтай құйып шығамыз да. Ендігі мына алып қалған қамырымыздан біз бетіне сәндейтін боламыз. Осылай жұқалап жайып шығамыз. Қатты қалың қылмай, жұқалап оқтармен жайып шығасыздар. Және де осындай формалармен әртүрлі оюларды ойып алсаңыздар болады. Жүрекше болсын, жұлдызша болсын, өздерің қалағаныңызша әрлеп сәндесеңіздер болады. Осылай дайындап алған жұлдызша қамырларымызды ендігі пирогтың бетіне әдемілеп қойып шығатын боламыз. Қатарымен. Ендігі осы пирогымызды біз 170 градуста 40 минутта пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте нәзік пирог, тез дайындалатын пирогтардың бірі. Міндетті жасап көріңіздер, сіздердің көңіліңізден шығады деген ойдамын. Сіздермен болған Рима. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға да ас болсын.